Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Тұрғындары шақырады сіздерді, қоңыраулар еліне. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Қызық қуғандар. Айбетте. Аяқталды әйтеуір. Жалықтырып жіберетін киноны көрмегелі біраз болды. Іш пысты. Попкорн менің сүйікті асым. Жоқ, бұл түкке жарамайды. Қорқатындай дүние емес. Зәре құтыңды қашырады. Рас па, Ваня? Әлжуаз. Жалықтырған жоқ. Иә. Міне көрдіңдер ме? Үрей тудыратын кеш ертең болады. Жүрт кеттік беда Куржан. Саспенс жетпей қалды. Иә, Хичкок емес. Көтереміз, салып жібереміз, кинопроекторды алып жүреміз. Көмектесіп жатқаныңа рахмет беда Куржан. Кинон қиын екен. Қарай көру өздерін. Оларға бәрібір. Мереке алдындағы қуаныш жоқ. Көбелек. Үрей қорқыныштың сезімі жоқ. Мерекері көрсетілім жайына қалайын деп тұр. Жазатын тақырып жоқ. Бірде бір оғаш, немесе үрей туғызатын жаңалық жоқ. Зәрем қалмады. Бедакур? Елес деген болмайды. Елестің болмайтыны дәлелденген жоқ. Елестің бар екені де дәлелденген жоқ. Яғни олар жоқ. Солай ма? 50-50. Не бар, не жоқ. Қайырлы түн. Елес деген жоқ. Болды. Жоқ. Не болып болды? Фрося, Не болды? сабыр ет, бәрі дұрыс болды. Фрося, айта бер, мен жазып жатырмын. Айт, айтатын несі бар? Қараңдаршы, жар құлағым жастыққа тимей. Мерекені ұйымдастырып жанымды салып жүрсем, әлі талай шаруа бітіру керек. Тамаша. Көрейінші. Фрося, қозғалма. Тамаша, қане қозғалма. Керемет, жаңалық деп осын айт. Жаңалық. Қараңғы түн жарығай, бұлғанды біз естілет. Қақ тұр біреу есік, батыл болсаң қане аш.
башқа қалшындайсың неге сен? Тілсіздетті құлыпты тығылсақтан абайла. Есігіңді қағып тұр. Міне жағдай осындай. Үрілдейді дауысың. Сал болады денеңде. Еңсең болат басында. Келет үрей бойыңды. Түнде есік қаққаны естіледі қаттырақ. Олай болу мүмкін емес. Ой, сенбеймін. Жегенді басатын темедағынан шай демдедім. Жоқ, бойды сердетін сусын берші. Ол келмейінше мен көз ілмеймін. Ол мүлде келмеуде мүмкін. Ол жұрттың бәріне көрінген. Сонда маған келгенде ғайып болып кетеді дейсің бе? Жарайды, ұйымдастырармыз. Керемет кездесуді. Қызық екен, елес деген қандай болады, а? Елес бәріңе мезі болды. Оған кәмпит керек. Ол мүмкін емес. Тамаша. Демал, тынығып ал. Елесі менің қуыршағым. Материал жеткілікті. Бүкіл қала дүрлігіп кетті. Құбыжықтар балының алдында керегі осы. Құбыжықтар балы. Кәмпит. Керемет. Жей ғой же, бедакур жаным. Ваня үшін біреуін аванс ретінде бере аласың ба? Қалағаның болсын. Тек Ваняны қорқытпаймыз, ол артық. Ертең финал болады. Бүкіл қойылымның апофеозы. Сен құбыжықтар балында шығасың да, ұлайсың. Содан соң елес туралы бар шындықты жайып саласың. Бұл нағыз хит болады. Жарайды, жақсы. Мен кетейін. Халім мүшкіл болып тұр. Зорығып кеттім. Жақсы, кеттім. Елес келмейді. Келмегені қалай? Сағат түнгі 10 болды. Статистика бойынша елес кешкі сағат 8-9-дарда пайда болады. Жата беруге болады. Жатпаймын, тапқан екенсің. Босқа. Әуре болып дайындалып па? Мен қорқпаймын деп сөз беріп, сол сөзінде тұруға барынша тырыспақтым. Керек десе қарсы шығуға да дайын болдым. Жиналғане. Қайда, не үшін? Мен бұдан артық делмаймын. Азаптанып, қорқып отырғанша, оны өзіміз іздеп тауып аламыз. Мен ешқайда бармаймын. Күтте берсем, зәрем қалмайды. Істің асырға шаптырмау керек. Ең мықты психологиялық көмек көрсету жұмысы іске қосылды. Сен түйсік тетігін өшіруді біраздан бері қалап жүрген дейсің. Алға! Түйсік тетігі болды. Міне, дұрыс болды айтпесе, тым ақыл көйсіп кетті. Қоңыраулы қалашығының тұрған жері қозғалыс датчигін іске қосу керек. Іздестіру радиусы 1 шақырым. Маған не көрінген? Не деген суық? Бойым мұздап бара жатыр. Қане отырып демалайыншы. Бұл не? Ваня ма? Ваня! Көмектес! Қаймылдаған нысан байқадым. Нысанға дейінгі қашықтық 700 метр. Әлде кеш емес, кейін шегінейік пе? Шегінбейік пе? Қайтай ма? Қайтпай ма? Кер қайтсам екен? Қайтам! Ей, қайта кеттің? Кейін қайт деймін, Темір! Ваня! Ей, зейбатпан Темір, артпан Темір! Жоқ, мен олай ете алмаймын! Жоқ! Ваня! Ай! Көзбе елестеп тұр! Ваня! Жоқ! Көзбе елестеп тұр! Жоқ! Елестеп тұр! Көзбе елестеп тұр!
сенбе мені? Жоқ, қайта мен сені. Аяғым барып көр менің тұса. Мен оны қолға түсірдім. Ауа жетпей жатыр. Ваня, бәрі дұрыс па? Дұрыс, мен елесті қолға түсірген сияқтымын. Әлде бедакорды ұстадым ба, түк түсінсе бермасын. Сен бедакордта елесті де ұстап алдың. Сол, дәл сол. Әрі алып кетіңдер оны. Мұның бәрі бедакор ма? Елес жоқ па сонда? Солай ғой деймін. Иә. Онда неге сап-сары болып кеткен? Кәмпитті көп жеп қойған. Қозы қарын ондайда сарғайып кетеді. Достар, Котя, саған не болды? Бәріне, менің кінәлімін. Газет шығаруға мақала жетпей жатқан. Киноны да жақтырмадыңдар. Амал жоқтан, сосын мен жаңалық үшін, қала үшін бел будым. Сендерге айтып берем деп ойлағам. Бүгін мереке кезінде елес бәріңнің үрейіңді қашырған соң айтпақшы едік. Алдымен қорқытып. Содан соң шындықты айтпақшы едік. Табылған ақыл екен. Білем, мен дос деген атқа лайық емеспін. Кешіріңдерші. Өтінем, кешіріңдерші. Бұдан былай олай жасамай, уәде берем. Жарай ма? Жоқ. Я, бұл менің алғашқы селфи эфирім. Бүгін құбжықтары мерекесі. Қорқаннан есім шығып кейде жаздап, бедакур болса, мандаринға айнала жаздаған. Солай, Котяға кешірім беретін болдық. Мереке ұйымдастыратын адам керек қой. Хе-хе, әзіл ғой. Шын менде әзіл дейтін нәрсе емес. 90 ауыз сөзін тобықтайтыны қорқпаңдар. Құбыжық дегенді ойдан шығарған. Ол ойдан шығарылған нәрсе. Біраз тер төктім әрине, бірақ бәрін жеңдім. Сендердің қолдарымен келе ме? Мерекелік көрсетілімде басталды. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.